үйде бір кітап сөресі де толып қалды десек те болады. Қазақстанның табиғаты бірінші өз Қазақстанын танып білу. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Бүгін бірлік белгісі подкастының қонағы оқытушы, тарих ғылымдардың магистрі, Қазақстан Халқы Ақмола Ассамблеясының ғылыми сарапталық тобының мүшесі Кенжебек Динмұхамед Қанатбекұлы. Қош келіпсіз. Сіз үшін сарапшы және оқытушы ретінде Қазақстан халқының бірлігі мен қазақстандық патриотизм нені білдіреді? Жалпы Қазақстандағы патриотизм немесе Қазақстандағы халықтардың бірлігі мәселесі бойынша айтатын болсақ, халықтардың бірлігі бұл тек қана бір немесе бірнеше этностың бір топ немесе бір ту астында өмір сүру емес, Қазақстан халқындағы барлық этностардың тату тәтті өмір сүруі және бір мақсат, бір мүдде үшін жұмыс жасауы және бір Қазақстанда өмір сүруі деп білем. Ал Қазақстандағы жалпы патриотизм дегеніміз бұл жалпы өз жерін немесе өз отанын сүю ғана емес, ол сол отанның, сол жерінің дамуына үлес қосу және сол мемлекеттегі өмір сүріп жатқан өзінің өміріне немесе сол отанына деген жауапкершілікті сезіну деп білем. Яғни осы біртұтастық пен патриотизмнің екеуінің қосындысы Қазақстанда өте үйлесімді түрде дамып жатыр, көрінісі айқын барлық жерден байқауға болады деп ойлаймын және санаймын. Рахмет. Баршаңызға белгілі, 5 наурызда халық конституциясы үшін көпшілік дауыспен еліміздің тұрғындары дауыс берді. Осыған орай Дінмұхамед Қанатбекұлы, сіз қоғам мен мемлекеттің дамуы үшін қандай новеллалар ең құнды деп санайсыз? Дұрыс айтасыз. 15 наурызда жалпы халықтық дауыс берумен осы жаңа конституциямызды қабылдадық. Яғни басым бөлігі осы конституцияны қабылдауға қолдау көрсеткен ескере отырып, жалпы Қазақстандағы көптеген жаңартулар, өзгертулер керек екендігінің көрінісі деп байқауға болады. Жалпы жаңа қабылданған конституция бұл бұрынғы конституцияның 80%-ке жуығы өзгертуге ұшырады дегенді көрдік. Яғни бұл Қазақстандағы осы уақытқа дейінгі байқалмай келе жатқан, көрінбей келе жатқан немесе естілмей келе жатқан ақпараттардың барлығы қазіргі таңда қабылданды дегенді білдіреді. Жаңа конституциядағы негізгі қабылданған ақпараттардың бірі ол Қазақстан азаматтарының жалпы өз құқықтарын қорғай білуі. Яғни ол мемлекеттік саясатқа қатыса алуы, халық немесе халықпен бірге мемлекеттің арасындағы байланыстың артуы бұл жаңа жарқын Қазақстанның қалыптасуына үлкен бір үлес қосатын жаңа бір қадамдар ретінде байқауға болады. Сізге ғылыми немесе сараптамалық салада жүзеге асырғыңыз келетін және шығармашылық креативтік идеялар, жоспарлар бар ма? Қазіргі таңда ең бірінші біздің жалпы өз тарапынан жалпы оқытушы болғандықтан, сонымен қатар ғылыми топтың эксперттік мүшесі болғандықтан, бұл менің приоритетте тұрған ең алғашқы қызметім болғандықтан, бұл сіздерге мен жауапкершілікпен қараймын. Яғни ең алғашқы менің мамандығымда оқытушы, соның ішінде тарихшыларды даярлайтын оқытушы болғандықтан, ең алдымен сол жауапкершілікті сезінетін, тарихи сананы құрметтейтін, сол тарихты жаңғыртатын, сол тарихты оқытатын ұрпақты даярлап жатқаннан кейін, ол студенттерге жаңадай жақсы білім беру, сапалы білім беру ең алғашқы маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Сонымен қатар енді бұл өміріміздің барлық бөлігі оқытушылықпен немесе ғылыммен айналысу дегенді білдірмейді. Бос уақытта жаңа бір білім беру саласында болсын, немесе студенттер даярлауда, тарихшылар даярлауда көптеген жаңадай жоспарлануда. Сонымен қатар қоғамдық келісім, сонымен қатар ұлтаралық қатынастарға байланысты жаңа оқу әдістемелік құралдарды жазу барысы басталды. Алдағы уақыттарда, алдағы оқу жылында ол жоспар, ол жаңадай әдістемелік оқу құралы жарыққа шығады деп ойлаймыз. Сонымен қатар тарихшылардың біліктілігін арттыруға, сонымен қатар тарихшылардың тарихшы ретінде қалыптасуына да көптеген жаңағы монографиялар, ғылыми мақалалар, сонымен қатар жаңағыдай оқу әдістемелік құралдар жоспарлануда. Бәрекелді, рахмет. Ғылыми, қоғамдық және оқытушылық қызметтен басқа сізде спорттық хобби немесе басқа хобби, мүмкін саяхат, кітаптар, компьютерлік ойындар бар ма?
Жаңағы айтып кеткенімдей негізгі менің мәселем ол оқытушылық қой, оқытушылық ғылыммен айналысу. Одан бөлек оқытушылықпен қатар спортпен айналысуға да көптеп көңіл бөлуге тырысудамын. Яғни жарқын болашаққа жету үшін адамның ең алғашқы өзінің жарқын болашағына жету үшін дені сау болу керек. Бос уақытымызда спортпен айналысамыз. Ол күнделікті спорттан бөлек жаңағы волейбол деген секілді қазіргі таңдағы. Сонымен қатар интеллектуалды ойындар. Көбінесе мен студенттік кезден осы жаңағыдай пікірсайыстарға көптеп қатыстым. Соны студенттер арасында таратуға, сонымен қатар студенттердің интеллектін арттыруға үлес қосу мақсатында осы секілді шаралармен айналысамыз. Ғылым адам болғандықтан көптеп оқуға бізге жаңағыдай көп кітаптар оқуға, ол тек қана ғылыми кітаптар емес, шығармашылық бағыттағы кітаптарды да оқуға тырысамыз. Үйде жаңағыдай белгілі бір кітап сөресі де уже толып қалды десек те болады. Сонымен қатар жаңағы сіздің айтып кеткен спорт, ол кітап оқу, саяхаттау, оның барлығы жаңағыдай бос уақытта айналысуға жаңағыдай өте керемет бір дүниелердің бірі. Саяхаттау ең алғашқы шетелге шықпас бұрын Қазақстан азаматтар бірінші өз Қазақстанын танып білу керек деп санаймын. Яғни Көкшетаудан Алматы, Астана қалаларын емес, бүкіл Қазақстанды көру. Яғни алдағы уақытта жаңағыдай Шығыс Қазақстан облысына барып көру менің негізгі мақсаттарымның бірі болып отыр алдағы уақытта. Яғни керемет табиғаты бар дейді. Бурабай біздің Көкшетаудың негізгісі болса, Қазақстандікі сол Өскемен дейді. Жаңағыдай Шығыс Қазақстан, сол Шығыс Қазақстанға саяхаттау қазіргі таңда жоспарда бар. Рахмет сізге, шығармашылық ғылыми табыс тілеймін. Сізге рахмет. Шақыртуларыңызға рахмет. Осындай подкасттарыңыз көптеп бола берсін.